Сәлем баршаңызға. Мен де өзім Пиндодадан алған заттарыма распаковка жасайын. Мына жерде күйеуіме заказ берген пижама, размер 3XL, 95 килограммға деп заказ бердік. Бағасы примерно 4500 теңгеге шықты, келуімен барлығы бірге. Материал таза хлопок, теріге жағымды, жуғанда да ешқандай қысқарып, ештеңе өзгерген жоқ. Ал келесі бізде бұл ершік для унитаза. Ол 1500 теңгеге шықты, барлығы осы тұрысына. Видеода көріп тұрғандай, ішінде осындай 3 ершік щеткасы бар, 3 түрлі. Және қапталында жапсыратын наклейкасы бар екен, пластикке іліп қоюға болады, стенаға жапсырып. Келесі бізде бұл пижама, оны өзіме заказ бергенмін. Бұл пижаманың бағасы 3500 теңгеге шықты, келуімен барлығын есептегенде. Матасы өте жағымды, жұмсақ, хлопок екен, 100%. Бұндай пижамаларды жергілікті дүкендерде примерно 10-15 мыңға сатып аласыз. Ал үнемдеймін десеңіз, осылай заказ беріп, 15-20 күннің ішінде алуға болады. Матасы терге өте жағымды, қазір хит болып жатқан муслин мата, таза хлопок, және жуғаннан кейін де ешқандай өзгерген жоқ. Келесі бізде бұл лосина детский, 4 жасар қызыма заказ бергенмін. 2000 теңгеге шықты, келуімен барлығы. Качествосы өте жақсы екен, шапшақ болды өзіне. Ол бізде бұл енді вафельница заказ берген болатынмын. Бағасы өзінің 2000 теңге, сайтта келуімен 1268 теңге болса, сонда общий бағасы 3,5 мыңға да жетпейді. Өте сондай ықшам екен. Ал мына товарды үйге жетпей далада ашып тастағанмын ғой. Бұл бізде детский пижама, бағасы примерно 2,5 мың теңгеге шықты. Тоже муслин, качествосы өте жақсы екен. Мысалы, бұндай пижамаларды бізде жергілікті дүкендерде кем дегенде 5-6 мыңға табатын шығармыз. Өте әдемі екен, качествосы күшті екен. Прям бағасына тұратындай. Ешқандай артық жіп, ештеңе жоқ. Ал келесі распаковка бізде бұл плавки мужские, жолдасыма бассейнге киюге арнап алдырған болатынмын. Өз бағасы 2000 теңгеге шықты, доставкасы 644 теңге болған екен. Сонда примерно 3 мыңға да жетпейді, бағасы 2,5 мыңдай болып тұр. Бұның да качествосы өте жақсы екен. Үсті асты бар. Материалы да өте керемет екен, созылатын, және размері де дәл келді. Келесі пакетте бізде тапочки мужские и женские. Мынау женский өзіме заказ бергенім. Бұл өз бағасы 1105 теңге болды. Ал ер адамның тапочкасы ол 845 теңгеге шықты. Доставкасы общий бір төледім, потому что бір сатушыдан алғанмын. 1397 теңге болған. Сонда общий бағасы барлық товардың 3,5 мың теңгеге де жетпейді. Келесі товар бізде бұл Джосини фирмасының аяқ киімі. Бұл аяқ киім мен ойлағаннан да әдемі күшті болып шықты. Качествосы енді өз бағасына өте жақсы екен. Бізде дүкендерде бұндайды кем дегенде 25-30 мыңға таба аласыздар. Мен болсам Китай сайттардан бұл кроссовкиді 8655 теңгеге алдым. Өз бағасы 5850 теңге сайттағы, ал доставкасына 2805 теңге төледім. Іші күздік, қазір киюге өте жақсы. Размерді өзім киетіндей 38 размерді бердім. Сайтта да сол 38 деп жазып қойғандағыдай. Бірақ аяғыма дәл шақ келді. Ал келесі коробкадағы аяқ киім бұл күздік етік. Тоже Джосини фирмасынікі екен. Бұл да өте материалы жұмсақ, сондай бір аккуратный екен. Бұл етіктің общий бағасы 7745 теңгеге шықты маған. Сайттағы өз бағасы 5200 теңге, ал доставкасына 2545 теңге төледім. Видеода онша көрінбейді. Негізінде бұл өте әдемі етік, жылтырлап, тастардың бәрі алдындағы жалт-жұлт етіп тұр. Осы заттардың барлығын мен FF077 каргомен заказ беріп алдырттым. Тариф $4,5. Ақтау қаласына примерно 15-20 күннің ішінде келіп тұр товарларымыз. Ал келесі распаковкадан біз вообще шоке болдық. Бұл кресло походное деп аталады. Саяжайға, мысалы, походқа болсын, теңіз жағасына болсын, любой жерге алып кетіп, осылай жеңіл әрі тез құрып аласыз да. Арқайын отыра қалуға болады. Түрі өз айтып тұрғандай өте салмақты, мықты материалдардан жасалынған. Карманчиктері барлық жерінде өте ыңғайлы қылып орналастырылған. Бұл кресло менің ойымша максимально 150 килограммдық салмақ көтере алады. Өз бағасы сайттағы 4875 теңге, доставкаға бірақ 11349 теңге төледік. Общий бағасы сонда 16225 теңгеге шығып тұр. Тіпті сіздің бокалыңызды қоятын орынға дейін қарастырылған екен. Меніңше бұндай стульчиктарды Қазақстанда кем дегенде 30-40 мыңға таба аласыз. Ал осындай Китай сайттарынан оны 2 есе арзан алуға болады. Видео обзор ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.